Ад-дуния дарун ман ла дара лаху. Расында бұл дүние ақыретте ешқандай үлесі болмаған адамдар үшін дейді. Бұл дүниені негізгі мақсат қойған адамдар мұсылмандар емес, кәпірлер деп жатыр. Ешқандай үйі, яғни былай айтқанда баспанасы болмаған адамдар үшін деп жатқан, яғни ақыретте ешқандай үлесі болмаған адамдар бұл дүниені мақсат қояды. Ақыретке иман келтірмегендер бұл дүниені мақсат қояды. Мұсылмандар ақыретке иман келтіргендер, олардың мақсаты Алланың разылығын алып жәннатқа кіру. Сол үшін де айтып жатыр, ад-дуния дарун ман ла дара лаху дейді. Расында бұл дүние қияметте ешқандай үлесі болмаған адамдардың мақсаты деді бұл дүние. Ва малун ма ла мала лаху. Және де бұл дүниеде де адамдар егер де мал дүниенің артынан қуатын болса, кімдер қуады деді? Қияметте ешқандай үлесі болмаған адамдар қуады деп жатыр. Ва лаха яджмау ман ла ақла лаху. Және де бұл дүниені кім жинайды деп жатыр? Ақыл иесі болмаған адамдар жинайды деп жатыр. Яғни бұл дүниені мақсат қойып, байып кету, немесе бүкіл уайымы тек дүние болу, ақыл жоқ адамдардың ісі деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Негізгі мақсат, алдында да айтқан болатынбыз. Негізгі мақсат, байыған кезде де негізгі мақсат Алла жолында жұмсау үшін адам баю керек. Сондай ниетпен адам кәсіп бастаған кезде де зекет берейінші, зекет берушілердің қатарынан болайыншы деген мақсатта ақшаны жинау керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, уалаха яджмау ма ла ақла лаху дейді. Расында бұл дүниелік мал дүниені жинайтын, соны кәдімгідей көптеп жинайтын адамдар ақылы жоқ адамдар деп жатыр. Өйткені мұсылман адамның бұл дүниеде кәсіп жасауы, немесе мал дүние табуы Алланың жолында жұмсау үшін жасайды. Негізгі мақсат сондай болу керек. Напақа тапқан кезде де, жұмыс жасаған кезде де, кәсіп бастаған кезде мұсылман адамның мақсаты сол мал дүниеден Алла жолында жұмсайыншы деп сондай мақсатта болу керек. Соның өзі сауап болып есептеледі. Таңертең кешке дейін сол жұмыста барып келген сайын адам не істейді? Сауап алып жүреді. Таңертең кешке дейін жүрген кезде. Сондықтан да ниет сондай болу керек. Мұсылман адам мал дүние жасаған кезде, кәсіп жасаған кезде негізгі мақсаты сол болуы керек.